Батасы қабыл болып қалың елдің, қан төгіскен соғыстан аман келдің. Еліңде жан аямай еңбек еттің, мәртебесін көтеріп туған жердің. Біздерге анамызбен өмір сыйлап, бағып қағып өсірдің жанды қинап. Байлық емес, мал емес, алтын емес, артыңда қалдырдың ғой ұрпақ жинап. Төбесінде көтерді қалың елің, топырағы төсек болды туған жердің. Алламыз жәннаттан орын беріп, әкетай жарық болсын жатқан жерің. Мәжілісте сөз салып сырақтардың, басын қосып жүруші едің жырақтардың. Тірі болсаң 90-ға келер едің, сағынышпен еске алуда ұрпақтарың. Мына әкеміз Орынбай соғыс ардагері болған. Мына әкеміздің қайтыс болғанына 1 жыл толды. Мына әкемізді сағынып еске аламыз. Әкеміз соғыстан кейін өзі 8 перзент көрген, 5 қыз 3 ұл сүйген. Соның ең үлкені боламын мен. Әке-шешеміздің берген тәрбиесімен келе жатырмыз. Әке-шешеміз осы жақсы тәрбие берем деп оқығанын оқытып, оқымағандар өз шаруасымен өз тірліктерін істеп, барлығы бір семья болған, бәрін үйлі қылған, жайлы қылған әке-шешеміз. Сол кішкентай кезімізде өзіміздің әке-шешеміз тұрған үйімізді соққанбыз. Сол жаңа қара жұмысқа да үйреткен, жаңа огород егуді де үйрететін еді әкеміз. Сол қыш құйып кішкентай кездерімізде сол інілерімізбен ең үлкені мен болатынмын. Сол жаңа қыш құйып, сол қышта әрең дегенде сүйреп, сол әке-шешемізге көмектесіп, сол үйді тұрғызғамыз. Сөйтіп сол жерде барлығымыз өсіп өніп жатыр. Бала шағасының барлығы Құдайға шүкір. Әкеміз 22 шөбере, 37 немере сүйіп, соның барлығын көріп кетті. Оған да Құдайға шүкір. Әкеміз 90-ға кеп қайтыс болды. Әкеміздің жасын бере берсін осы балдарына, қыздарына, келіндеріне, немере келіндеріне. Әкеміздің тәрбиесімен келе жатырмыз ғой енді. Оқыған кезде жаңа әкеміз артымыздан барып жаңағы сумкасымен жаңағы бір қойдың етін алып, қазы қартасын алып барып арқамыздан баратын едік. Сөйтіп жаңағы жатқан студент қыздар барлығымыз соны асып, жеп, сөйтіп жегізіп, сөйтіп кететін еді әкеміз. Atalar kaçırıldı, atalar. Atalar kaçırıldı siz? İyi kandı istiraf sakındır. Men Qo'ngsi bo'lib birga жұмыс істегеніме 1954 жылдан бастап Qo'ngsi bo'lib бірге жүріп, бірге қызметтесіп жұмыскер болдық. Содан бұл кісі адалдықты, шындықты өзі сондай жақсы, жаны сүйетін адам еді. Өтірікте ешқандай айтпайтын ол кісі да. Ешқандай өтірік деген нәрсе, біреуді алдау деген, біреуді басқа қылу деген нәрсе ол кісіде болмайды. Сондай өзі адал адам тұғын. Бұл кісі соғыста, ол соғыстан бұрын бұл кісі жас бала кезінде детдомда болған негізінде. Одан кейін детдомдан жүріп, ол кісі соғысқа кеткен. Соғыста жүріп 4 жыл, 5 жыл жүрсе, бұл кісі 6 жыл жүріп келген соғыстан. 6 жылда аман-есен еш жеріне оқ тиген, 1,5 жерлеріне. Кілік атты жарақат алмаған. Сондай адам еді. Бұл кісі кейін совхозға келді. Совхозға келіп, осы өзіміздің елде бірнеше жыл жақсы абыройменен еңбек істеді. Полиот болып істеді. Агроном, пом агроном деген атақпенен істеді. Одан кейіннен малшы болды. Малшы болып бірнеше жыл атақты шапан болды. Жақсы абыройлы карьер болды. Атақты. Денсаулық жақсы болса, мен міне өрім. Орамал tombalmay ki oldular diyeceğim. Oy! Diyelim. Oy!
Bunu ta kıymetime gittim. Hey dağda şahırını yalatır. Ulan koyduğumuz bırak karıştığımız o. Bunun şahvan dere dağında. Canım ya. Şilemsiz o. Bırak. Tor kıyın bekledim. Anan karıştığımız yok. Атамның жарқын бейнесі әрқашан көз алдымызда. Атам ауылдың басқа қарттарындай емес, кірпияз, үстіне ақ костюм, шалбар, ақ көйлек киіп, сақал мұртын бастырмай, мұнтаздай болып жүретін. Мен кейде соғыстың барлық қиыншылығын көтеріп, соғыстан кейінгі еңбектің ауыртпалығына мойымай 8 ұл қыз тәрбиелеп жеткізген атамның қажымас қайратына таң қалып қызға қарайтынмын. Зейнеткерлікке шыққанға дейін диқан, агроном, қойшы болып қызмет атқарған. Атамды ауыл адамдары ерекше құрметтейтін. Бүкіл ауылдың бір ауыл емес, сыр бойына қонған ауылдардың құрмет тұтар қариясы болатын. Мен атамның тәрбиесін көп көрдім. Себебі менің әкем жанұядағы кіші ұл болғандықтан үлкен шаңыраққа қалды да, оның тұңғышы мен атам мен атамның баласы болып ержеттім. Соның әсеріне әлі күнге әкемді тәте деп, ал анамды жеңше деп атаймын. Атам Сырдарияны ерекше жақсы көретін. Екеуміз сыр бойына қой жаюға шығып, мен дарияға шомылғанда жар үстіне отырып, дарияның толқындарына үнсіз көз салып отыратын. Күздің күні o кезде малдан бейбірк алатын, қан салатын совхоз. Қан салып бейбірк аламыз. Сол кезде күздің күні как раз октябрьдің ішінде, октябрьдің басында Құдай біледі есімде. Октябрьдің ішінде бейбірк алып жатқанда Әмірешіп, Әбнәсір дейтін жиенім бар еді. Сол екеуі түнде қойдың өтіп келеді, аны азанда осы адеге бізді босатшы. Біз барып бір осы мына жақта құмда бір киік көп дейді, соны бір атайық, киікті атайық. Көрейік, бір қызық көріп келейік дейді. Ей, кешке тамақ қойға барасыңдар, шаршап қаласыңдар, түнде ұйықтап қаласыңдар. Деп жоқ, ұйықтамаймыз, шаршамаймыз, барайық екеуі деп, екеуі де соранып қоймағаннан кейін, екеуіңі барсаңдар барып келіңдер, көп кідірмей дедім де жіберді. Содан барып киікте жоқ, ешнәрсе де жоқ. Бекерге айтқан өтірік әпселен әңгіме екен ол. Содан тұрып, келе жатып, қарны ашып, шөлдеп, шаршап, Kendine Əbnəsir əskərə barmağın, oruşqa bilməyid, Orunbay yezdesi, Orunbay sen əskərə bardın mı deyipti. Barğam əskərə, soğusqa barğam, soğusqa qartısqam deyip, basından ötkənlərini aytıb geləcəksə, oruşqa bilesin mi deyipti, bilem oruşqa. Közün ne deyip deyipti, Glaza deyipti, Quduq ne deyip deyipti, Kalots deyipti. Деп келе беріпті, бір уақытта Орынбай депті, депті, твой глаза как колодца депті. Орып келе жатқан әңгімем осы екен, осы екен. Сұрап келе жатқан айтайын деген сөзім осы екен ғой деп, екеуі күліп келді.
тұңғыш шөбересімін. Атамның үйіне барғанда бізге қызықты өсиеттер, әңгімелер айтып беретін еді. Қазіргі кезде біз өлмей атамды сағынып жүрміз. келетін кезде мен сағынып күтіп отыр деген анам айтады, осы балам қашан келеді, сағындым балам деп. Сөйтіп содан міне бір жылдай өтіпті. Атам өзі мені атам деп көп айтам сөзді. Мен өзім достарым да айтады, ата дей бересің сен, мамаң мен папаң жоқ па деп. Жоқ, бар, Құдайға шүкір, бәрі бар, ата да бар, апа да бар, әке де бар, ана да бар деп айтам. Бірақ атам мен апамның баласы болып өскенмін деп. Содан жаңағы оқуға кететін кезде атам маған өзінің батасын береді. Әр келген сайын өзінің батасын беріп шығарып салатын. Балам, аман жүр, достарыңды сыйла, достарыңнан озба, достарыңнан қалма, достарыңның ортасы бол, жақсы оқы. Bir жылдай болды атам өмірден қайтқалы. Үйге келген кезде атам бір алдынан шығып тұратындай болады. Кейде суреттерін қарап отырып, осы сырдың жағасына келіп отырып, атамды бір сағынып, қатты сағынам өзім атамды. Атам өзі әкем не өткен секілді. Тәңір-ау, тағдырымды кескілейсің. Саңырау құлағың бар естімейтін, атамның ақылынсыз жүре алмаушым. Ал сен мені ержетті өсті дейсің. Есіме атам түссе езілемін, тамшы жас үйледі көзіме мұң. Жағаны шайған сырдың толқындары, жанымды шаятындай сезінемін. Ағарта сіз шешілмеген түйін бар ма? Қисын тауып кетушен қиында да, ақ батаңды ақтарып аппақ болып, жайраңдап жүрушеді жиындарда. Есімде, тәрбиеңде, тәліміңде, есімде, әңгімеңде әлі күнде. Бір күнді қасыңызда өткізерім, мүмкіндік болса қайта кері күнге. Тырмыстатып үйреттің жең түріңге, ізгілік бар ойыңның ең түбінде. Жанарынан жас сығып отырады, оныңды сипап қойып кемпіріңде. Аппақ боп жарасатын киіміңде, кіршіксіз таза еді ғой пейіліңде. Аппақ боп аққа оранып қоштастың ау, нүктелі өміріңнің түйінінде. Кім қашар жаратқаның сынағынан, еске алсам келетіндей құлағым ән. Келген сайын батаңды беруші едің, мен қазір келген сайын дұға қылам. Кім қарсы Алланың шешіміне, қапсырды туған жердің төсіміне. Бір табан өнерге де жақын жүрмін, ұрпағың кір келтірмес есіміңе.